Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымымыз тәуелсіздік. Азаттықтың тамыры тым терең. Талай ғасырлар қойнауына көз жіберіп қарасаңыз, осынау тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен, қандай азаппен келгенін түсінесіз. Отан, туған ел, халық ұғымын тәуелсіздіктен бөліп қарастыра алмаймыз. Барлығы тамырлас, бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі халық, халықтың анасы отан. Қанымен қара тасқа қашалып, ғасырлар бойғы арман тілекті бойына сіңіріп, сағым жылдардың елесін арқалап, асыға жеткен арманымыз ғой. Өз тілімізде сөйлеп, өз ұлттық аспаптарымызда ойнап, өз тілімізде ән шырқау, өскелең ұрпағымызды ұлттық өнермен сусындатып өсіру мүмкіндігі де киелі тәуелсіздігіміздің арқасы. Және мектебіміздің негізін қалаушы ұлт жанашырлары Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдинаның асыл мұраты. Бүгінде тәуелсіз еліміздің 9 аймағында Қарақат мектептер желісінің 10 мектебі бар. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Тараз, Сарыағаш және де Орал қалалары. Ол өнер ордаларында 3000-ға жуық бала дәріс алса, 150-ден астам ұстаз қызмет етеді. Бір абырой, бір мақсат ұранының астында біріккен мектептеріміздің ғұмыры ұзақ болды. Құрметті Қарақат мектеп студиясының бүкіл өңірдегі оқушылары мен ұстаздары, барлығыңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Біздер Алматы Қарақат мектеп студиясының ұстаздары мен шәкірттері, барлығы бізде 100-ден аса бала бар. Құдайға шүкір өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз. Қызықтың барлығы біздің мектепте. Сонымен желтоқсан мерекесі құтты болсын! Қыдырәлі мырза, Қарақат ханым, және де Қазақстанның барлық қалаларындағы Қарақат мектеп студиялары басшылары, сіздерді шын жүректен орнатылған желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен Шымкент Қарақат мектеп студиясы құттықтаймыз! Ата-бабамыздың ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Халқымыздың ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 28 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркеюі жолында аянбай еңбек етіп отырған барша қазақстандықтарды және Қыдырәлі ағамыз бен Қарақат апайымызды атыраулықтардың атынан ұлттық мерекемізбен құттықтағымыз келеді. Нұр-Сұлтан қаласында өтетін есеп беру концерттерімізге сәттілік тілейміз. Көк байрағы желбіреген бүгінгідей абыройға да айбынды, беделді де берекелі ынтымағы мен бірлігі жалғасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болмай, баршаңызды ұлы дала елінің ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Құрметті қонақтар, Қыдырәлі мырза мен Қарақат ханым бастаған Қарақат мектеп студиясы жүйесінің бірлігі жарасқан республикамыздың аймағындағы, атап айтқанда
Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шымкент, Тараз, Сарыағаш қалаларындағы мектеп басшыларын, ұстаздарын, ата-аналарын және шәкірттерін еліміздің елеулі мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Еліміздің туы асқақтап, келешегіміз мерекелдей берсін. Сыр елі, жыр елі Қызылорда қаласынан, еліміздің жүрегі Нұр-Сұлтан қаласына Қарақат мектеп студиясы Тараз, Нұр-Сұлтан қаласындағы Қарақат мектеп студиясының есеп беру концертіне сәттілік тілейміз. Қарақат мектеп студиясын ашқан Қыдырәлі мырза мен Қарақат ханымға мың алғыс. Нұр-Сұлтан қаласындағы Қарақат мектеп студиясының есеп беру концертіне сәттілік тілейміз. Қарақат мектеп студиялар 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Қарақат мектеп студиясы. Құрметті Қыдырәлі мырза, құрметті Қарақат ханым, құрметті әріптестер, баршаңызды Қарақат мектеп студиясы Сарыағаш қаласы тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Құттықтың желбірегені, қазақтың асқақ бедері. Сарыағаш қаласы Қарақат мектеп студиясы баршаңызды тәуелсіздік мерекесімен